Ас қорыту жүйесі бұл біздің денемізде өмір сүруге қажетті энергияны да, затты да алуға мүмкіндік беретін жалғыз жүйе. Және бұл тұрғыда асқазан бұл басқалармен бірге тағамды біздің жасушалар арқылы сіңірілетін қоректік молекулаларға бөлуге мүмкіндік беретін орган болып табылады. Осыны ескере отырып, біз асқазанның маңыздылығы жоғары екенін растай аламыз. Бұл ас қорыту процесінің көп бөлігін жүргізетін орган болып табылады. Сондықтан асқазан тамақтанудың маңызды функциясын сақтауға жалғыз дерлік жауапты. Ұзындығы шамамен 20 см, көлемі 75 мм, жалпы сыйымдылық көлемі 1 литрге дейін ұлғая алатын және G пішіні бар асқазан біздің өмір сүруіміз үшін қажет. Бұл асқазан бұлшықеттік орган және оның қабырғаларында тұз қышқылынан басқа ас қорыту ферменттерін шығаратын жасушалар бар. Ал оның кез келген құрылымын істен шыққанда немесе патология дамыған кезде ас қорыту жүйесінде проблемалар пайда болады. Бұл адамның жалпы денсаулығына әсер етеді. Қатерлі ісік асқазанның ең қауіпті ауруы, соңы қайғылы жағдайға әкеп соқтырады. Асқазанда аз ғана өзгеріс болса, уақыт созбай дереу дәрігерге тексеріліңіз, сонда қауіптің алдын аласыз. Асқазан жарасын емдеу үшін таңертең аш қарынға 1-2 ас қасық ешкі сүтін ішіңіз. Күні бойы бірнеше стақан сүтті бірдей көлемде қайнаған сумен араластырып ішуді әдетке айналдырыңыз. Емделу мерзімі 3-4 апта. Жылдық алоэ жапырақтарын ағын сумен жуып, ет тартқыштан өткізіңіз. Дайын болған езбеге бал араластырып, 1 ас қасықтың күніне 1 рет ішке қабылдайсыз. Емделу мерзімі 1 айдан 3 айға дейін ұласады. Гастритті емдеу үшін 1 шай қасық ұсақталған ара желімі мен 1 шай қасық балды араластырыңыз. Дайын болған қоспаны ішке қабылдайсыз. Артынан 70-100 мл су ішу керек. Емді күніне 2 рет жүргізу керек. Емделу уақыты 2-3 апта және 2-3 дана картопты тазалап жуып, қабығын ашыңыз. Оны үккіштен өткізіп, жақсылап езіп, сөлін аласыз. Дайын болған шырынды қабатталған дәкімен сүзіп алып, тамақтанудан жарты сағат бұрын ішесіз. Емді күніне 2-3 рет қайталау керек. Эрозияны емдеу үшін 1 шай қасық ұсақталған кепкен андыз тамырын 200 мл қайнаған суға салып, отқа қоясыз. 4 сағаттай баяу отта қайнату керек. Белгіленген уақыттан соң оттан алып сүзесіз. Салқындаған кезде 50 мл-ден артық тамақтың алдында ішесіз. Емделу мерзімі 2 аптадан және де 500 грамм грек жаңғағын қабығынан тазартып ұсақтаңыз. Оған жарты литр арақ құйып, аузын мықтап жауып, күн тимейтін жерге қойыңыз. Шамамен 2 аптадан соң дайын болған емдік қоспаны тамақтан соң қабылдайсыз. Қолдану тәртібі: 1 ас қасық қоспаны 125 мл қайнаған жылы сумен араластырыңыз. Емді күніне 2-3 реттен 2 апта бойы үзбей ішуіңіз керек. Асқазанды тазалау. Асқазан дұрыс жұмыс істемесе, жеген тамақты қорытпаса, теріңізде өзгерістер орын алады. Жүрек айну, құсу, іш өту, іш қату секілді жайсыздықтар мазалайды. Бұл кезде асқазанды тазалау керектігін ескеріңіз. Ол үшін сізге керегі зығыр майы немесе минералды су, таңертең аш қарынға 1 ас қасық зығыр майын ішіңіз. Осы емді 2 апта жалғастырыңыз. Керемет нәтижеге көз жеткізесіз. Зығыр майын зәйтүн немесе күнбағыс майымен алмастыруға болады. Аш қарынға 2 стақан газдалмаған минералды су ішіңіз. Тазарту мерзімі 3-4 апта. Құрметті көрермендер, мен сіздерге дәрігерлер айтпайтын құпия және де маңызды ақпараттармен бөлісіп отырамын. Каналға жазылып, жоғарыда тұрған колокольчикті басып, подписка бөлімін басып қойыңыз. Мен сіздерге жақсы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.